Төле би ауданына қарасты Тағайна ауылында алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған фельдшерлік акушерлік пункт пайдалануға берілді. Ашылу салтанатына аудан әкімі қатысып, ауыл тұрғындарын маңызды әлеуметтік нысанның іске қосылуымен құттықтады. Іс-шара барысында аудан әкімі мемлекет басшысының халыққа қолжетімді әрі сапалы медициналық қызмет көрсету жөніндегі тапсырмасына сәйкес аудан аумағындағы денсаулық сақтау саласының дамыту, әсіресе ауыл тұрғындарына алғашқы медициналық көмекті жақындату бағытында жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатқанын атап өтті. Тағайна ауылында іске қосылған бұл нысан сол жұмыстардың нақты нәтижесі. Тұрғындары бүгін бір керемет жақсы күн. Өздеріңіз білесіздер, президентіміз ауылдарда денсаулық сақтауды жаңғырту бағдарламасы арқылы осындай тапсырма берген болатын. Биылдың өзінде біз Аққұмда аштық, фельдшерлік амбулаториялық пунктті, және Кеңесарықта аштық. Міне үшінші осы Тағайна ауылында ашып жатырмыз. Жаңа медициналық пункттің негізгі мақсаты ауыл тұрғындарына алғашқы медициналық санитариялық көмекті уақытылы әрі сапалы көрсету. ФАП тәулігіне 12 адамды қабылдай алады. Сонымен қатар нысанның іске қосылуы нәтижесінде 3 жаңа жұмыс орны құрылды. Ғимарат заман талабына сай салынып, барлық қажетті медициналық құрал жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Және аудан басшылығы барлықтарыңызды бүгінгі мына салтанатты фельдшерлік акушерлік пункт ашылуымен құттықтаймын. Осы елдің, ауылдың игілігіне жарай берсін. Әкім мырза айтқандай, тек емделу үшін емес, емделіп еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деп, сол жалпы көрінуге, алдын ала ауырмайтын жол іздеуге қызметтеріңізге жарай берсін. Жобаның жалпы құны 62 миллион теңгеден асады. Құрылыс жұмыстарын сапалы әрі жауапкершілікпен атқарған құрылыс саласының мамандарына және осы игі іске үлес қосқан барша азаматтарға ауыл ақсақалы алғысын білдірді. Мереке болып жатыр. Мынау медпункт ашылу мерекесі. Өте қуаныштымыз. Бізге осындай шарайт жаратып берген мына Қайырлы Қасымовымызға, мынаны басқарған мынау Қанат үкемізге үлкен рахмет. Бүгінде Тағайнада 1300-ге жуық тұрғын бар. Ауыл халқы медициналық нысанның салынуына қолдау көрсетіп, елді мекенде алғашқы медициналық көмектің қолжетімді болуына жағдай жасаған үшін аудан әкімдігіне ризашылығын білдірді. Нұрдәулет Бижанов, Мадияр Ахметбеков, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.